Мысық тасқын судың арасында қалып қойды. Дәл суда емес, ағаштың үстінде. Құтқарушыларды күтіп отырған болар. Армысың қазақ елі, бұл экспресс жаңалықтар, 1 минутыңды ғана аламын, кеттік. Видео Ақтөбе облысы Ойыл ауданы Екпетал ауылында түсірілген. Жергілікті төтенше жағдайлар департаменті өздерінің инстаграмдағы парақшаларына жүктепті. Ақпарат экспресс-ка сайтында шықты. Видеодан көріп тұрғандарыңыздай жердің бәрін су басқан. Жай ғана су емес, құдды бір көл сынды. Құтқарушылар қайыққа мініп алған. Қазір Ойыл ауданында жағдай мәз емес. Өзен деңгейі қатты көтерілген. Жаңағы видеодағы Екпетал ауылының тұрғындары шұғыл түрде эвакуацияланды. 200-ден аса адам көршілес Ойыл ауылына көшірілді. 236 ірі қара мал, 453 ұсақ мал, 28 құс қауіпсіз жерге шығарылыпты. Қазір Екпеталда тек полиция қызметкерлері мен ер адамдар ғана қалды. Арасында жаңағы мысық болды. Жануар өз иесіне тапсырылды. Ал ақпараттың